Шалқар ауданының тұрғыны үйінің ауласында қара сора өсірген. Жедел іздестіру шаралары барысында полиция 45 жастағы тұрғынның бақшасынан бірнеше түп қара сора тапты. Күдікті бұл өсімдіктің құрамында есірткі заттары барын білген. Сараптама бұл өсімдіктердің қара сора екенін растап, қылмыстық кодекстің 296 және 300 баптары бойынша іс қозғалды. Тергеу кезінде айыпталушының деструктивті діни ағым мүшесі екені анықталды, және ол бұған дейін де есірткі заттарын пайдаланғанын мойындап отыр. Сот оның 8 айға құқығын шектеу туралы үкім шығарды. Үйдің ауласында орналасқан сарайдың тінту кезінде көлемі шамамен 500 грамм зат тәркіленді. Тәркіленген заттар бойынша сараптамалар тағайындалды. Қара сора 2020 алдын алу шарасы өткізу барысында Ақтөбе облысы полиция қызметкерлерімен 75 есірткіге қатысты құқық бұзушылық анықталды. Оның ішінде 4 есірткі сату дерегі, 7 есірткі заттарын өсіру дерегі және 2 есірткі сақтау дерегі. Сонымен қатар 61 қылмыстық іс қозғалды. Заңда құрамында есірткі бар өсімдіктерді өсіру, егу және тарату үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Полицейлер тұрғындарды сақ болуға шақырады.